Найзағайлы бас ауруы туралы естідіңіз бе? Бұл кенеттен, әдеттен тыс қатты бас ауруы. Ол 5 секунд ішінде ең жоғары деңгейге жетеді. Оның төзгісіз табиғатына байланысты науқастардың көпшілігі еденге құлап, есінен танып қалады. Осы жағдайды көрген куәгерлер науқасты жақын маңдағы жедел жәрдем ауруханасына апарады. Ауруханаға келгенде көбінесе бақыланбайтын гипертензия. Осы найзағайлы бас ауруының себептерінің бірі екенін байқаймыз. Егер қан қысымы қалыпты болса, біз кт сканерлеуін жасауымыз керек. Содан кейін кт сканерлеуі қан тамырының жарылуынан туындаған ми қан кетуін көрсетеді. Сирек жағдайларда бұл тіпті жыныстық белсенділікке байланысты болуы мүмкін. Бірақ мұндай белгілерді сезінгенде, сіз міндетті түрде жедел нейро ауруханаға немесе әрқашан сізге көмектесуге дайын Аполло ауруханасына баруыңыз керек. Рахмет. Жақсы.